Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай ет асатын боламыз. Өте дәмді, ерекше, қамыры жыртылмайтын ет асатын боламыз. Менің каналыма қоңыраушаны басып қойсаңыздар, бірінші болып көретін боласыздар. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпағайсыздар. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Қазақтың ұлттық тағамы. Жылқы етінен қазы жақсылап үстіп асып алатын боламыз. Менде осындай қазы, сыртына пакет орап қойды демеңіздер. Үлкен жуалдызбен үстіп тесіп аламыз. Өйткені менде жіп орап алғандықтан үстіп сыртына пакет кесіп қойдым. Осындай бір дәу сүйекпен бір қазы салдым ішіне. Өйткені пакетте тұрды деп не қылмаңыздар. Өйткені өзінің дәмі өзінде болып піседі. Сорпаға шығып кетпейді. Қазының дәмі өзінде болып шығады. Үстіп жақсылап көбігін алып аламыз. Сорпаға да шығады дәмі, бірақ қазының дәмі өзінің несін өзі сақтайтын болады. Өзінің қалпын өзі сақтап, өзінде болып әдемі қылып жейтін боламыз. Жақсылап көбігін алып алдық. Пісейін деп жатқанда пакетін алып тастаймыз. Мен осындай қамырын, нанын дайындап алайық. Бір жұмыртқамен осындай суға тұз ертіп, астындағысын қалдырып, үстіп бір суала қамыр елетін боламын. Жақсылап елеп алып, біраз тындырып қойып, одан кейін жайсаңыздар, жақсы жайылады. Көріп тұрғандарыңыздай бір суала қамыр болды. Енді бұны жақсылап пакетке қойып қоямыз. Енді біз осы сорпаның ішіне картошкамен сәбіз салып аламыз. Бетіне турағанға. Біз енді осындай тұздығын дайындайтын боламыз. Менде 5 пияз. Осыны дөңгелектеніп жақсылап турап алдым. Одан кейін сорпала тұздығыңыз жақсы болсын десеңіз, осындай чеснок, көк заттар қоссаңыздар болады. Бізге ұнамайды. Сондықтан осындай чеснок жақсылап турап алдық. Осындай алып. Енді осының майынлы сорпаларынан үстіп тұздық жасайтын боламыз. Сорпаның ішіне бір пияз салдым, өйткені жұмсақ болып пісу үшін. Неміз тұздығымыз қайнады. Енді жаңағы қамырымызды дөңгелек қылып жақсылап жайып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек жұп-жұқа қылып жайып алдық. Бетін жауып қалдырамын. Енді жаңа картошкаларымыз пісіп қапты. Оларды да алып алайық бөтен ыдысқа. Қазымыз да пісті. Мен сыртындағы пленкасын алып тастадым, бірақ жібін алмадым. Қазір тураған кезде алып тастайтын боламыз. Өте әдемі, жұмсақ болып пісіп шықты.
Енді сорпасын сүзіп алатын боламыз. Мен мындайға тұздыққа алып алдым. Енді жаңа қамырымызды салып алатын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міне бағана қамырымызды кесіп алдық. Жаңағы бетін жауып қойып, тобарыстып қалыпты. Енді еттерімізді турап алатын боламыз. Бетіне қоятын қазының жіптерін бәрін алып тастайын. Менде жылқының еті, сондықтан бәрін турап тастадым. Енді өзіміз жейтін болғандықтан бәріне турап қоя салдым. Көріп тұрғандарыңыздай қазының сыртындағысын алып тастадым. Енді қамырымызды салып алатын боламыз. Қайнап шыққан кезде бір кружка су құйсаңыздар, қамырыңыз езілмей, әдемі, осындай әдемі болып шығады. Біз енді осыған сорпа дайындап алатын боламыз. Менде қолдың айраны, бұрыш, осыны жақсылап араластырып, лимон қосып, осындай сорпа дайындайтын боламыз. Ерекше дәмді сорпа болып шығады. Сіздер де жасап, ішіп көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Көргендеріңізге алдын ала рахмет. Қош сау болыңыздар. Менімен болған